Инстаграмда историямды жарған крылышкидің рецептімен бөліскім келеді. Историяма салып едім, барлығы жазып кетті, шына рецептімен бөлішші деп. Ал сақтап алып жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен крылышкиді 3-ке бөлесіздер. Сөйтеміз да, ең кішкентай бөлігі бізге керек емес. Бізге тұз, қызыл бұрыш, паприка, сарымсақ, суды қосып 2 сағатқа маринадтап қоямыз. Сухой клярға қыздар, ұн, крахмал, разрыхитель, тұз, паприка, сарымсақ барлығын жақсылап араластырасыздар да клярды 2-ке бөлеміз қыздар. Екінші бөлігіне жұмыртқа мен суды қосып жақсылап араластырамыз. Дайын тұрған крылышкиді аластарда бірінші жидкий клярға аунатамыз. Сөйтеміз де сухой клярға аунатып пісіреміз қыздар. Орташа қызып тұрған отта, қатты қызып тұрған отта пісірмеңіздер, арасы піспей қалады, сырты ғана піседі. Сол үшін орташа отта асықпай осылай пісіреміз. Қараңыздар, уже әдемі ғой. Дәмі деген керемет, неше түрлі рецептпен жасап көрдім қыздар. Бірақ мына рецепт прям менің ойымдағыдай болып шықты ғой. Жасап көріңіздер, 3 рет болсын, сіздер өздеріңіз айтатын боласыздар. Қараңыздар, сырты қытырлақ, іші сочный, прям су ағып тұр. Маған прям қатты ұнады. Барлық пропорция видеоның астына жазып қалдырамын. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшамда ерекше рецепттерім көріп сақтап алып жасап көріңіздер, ас болсын.